Баршаңызға сәлем, құрметті жас аналар. Бүгінгі менің жаңа пайдалы видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видео балаға берілетін қосымша тамақ жайлы, яғни прикорм жайында болады. Бүгінгі видеодағы пайдалы ақпарат әсіресе жақында ғана ана атанған жас келіншектерге пайдалы болады деген ойдамын. Себебі өзім де бірінші баламда прикорм қосатын кезде көп қателік жасаған болатынмын. Және сіздермен екі баланың анасы ретінде өз тәжірибеммен бөліскім келіп отыр. Қосымша тамақтану бұл нәрестені тек ана сүтімен немесе дайын сүт қоспасымен қоректендіру кезеңінен кейін енгізетін қатты тағамдар мен сұйықтықтар. Бұл процесс әдетте 6 айлық жастан бастап басталады. Себебі осы уақытта нәрестенің ас қорыту жүйесі жаңа тағамдарды қабылдауға дайын болады. Егер сіз балаңызға прикорм бастауды жоспарлап жүрсеңіз, бірақ балаңыз әлі 6 айға толмаған болса, балаңыздың тамаққа деген қызығушылығын қазірден ашыңыз. Тамаққа деген қызығушылықты ашу үшін баламен бірге отырып тамақ ішу керек. Қалай тамақ ішуді балаға көрсету керек? 3-4 айлық балаларды тамаққа деген қызығушылығын ашу 6 айға толғаннан кейін қосымша тамақ бастауына оңай болады. 6 айдан бастап қосымша тамақ біртіндеп енгізіледі. Бірақ 1 жасқа дейін сүт негізгі тағам болып есептеледі. Ана сүті немесе қоспасы, яғни смесь 6 айға дейін баланың негізгі тамағы болуы керек. Екінші берер кеңесім жеңіл және бір құрамды тағамдардан бастаңыз. Мысалы, күріш ботқасы немесе көкөніс пюресі. Бір жаңа тағамды енгізген соң 3-5 күн бақылаңыз. Аллергиялық реакциялар немесе ас қорыту мәселелері туындаса, тағамды уақытша алып тастаңыз. Үшінші берер кеңесім тамақ түрлері мен текстурасы. 6 айдан 8 айға дейін сұйық ботқалар, жұмсақ пюрелер, көкөністер, жемістер беріп бастаңыз. 8 айдан 10 айға дейін майдалап туралған жұмсақ пісірілген тағамдар, мысалы ет, балық, жұмыртқа сияқты. 10-12 айға дейін отбасылық тағамдар, бірақ аздап ұсақталған немесе майдалап туралған күйде беріңіз. Әрине, егер сіз отбасыңызбен дұрыс тамақтансаңыз, 12 айына дейін бала рационына да үлкендердің тағамын қосуға болады. Төртінші назар аударатын мәселе балаға беруге болмайтын тағамдар. Біріншісі тұзды, қантты, майлы тағамдар. Екіншісі бал, 1 жасқа дейін ботулизм қаупі бар. Үшінші қатты және тұншықтыру қаупі бар тағамдар. Мысалы жаңғақ, қатты кәмпит, жүзім, тағы басқалары. Төртінші шикі жұмыртқа және пастерленбеген сүт өнімдері. Мінекей, осының барлығы айтып өткен өнімдердің барлығын бөпеңізге мүлде бермеңіз. Сізге ұсынар тағы бір пайдалы кеңесім организмде ең маңызды рөл атқаратын бұл сұйықтықтар. Ана сүті және смесь негізгі сусын болып қалады. Ал 6 айдан бастап қайнаған суды суытып аз мөлшерде ұсынуға болады. Балаға прикорм қосатын кезде тағы бір мән беретін нәрсе баланың ыдысы. Мен өзім кеңес беретін мінсіз ыдыс, бұл әрине шыныдан, ағаштан, темірден жасалған ыдыс. Шыныдан жасалған ыдыспен тамақ бере алмайтынымыз анық, себебі бала ыдысты лақтырады, ойнайды. Сондықтан ең дұрысы ағаш, бамбук немесе темір ыдысты кеңес берер едім. Не үшін силикон және пластмасс ыдысты кеңес бермейтінімді айтып кетейін. Қазір көп рыноктан шығып жатқан силикон ыдыстар өте сапасыз. Сапалы силикон табу өте қиын, тіпті силикон зиян. Себебі біз балаға тамақты ыстықтай ыдысына саламыз, ал силикон ыстықты сіңіріп алғаннан кейін өзінің зиянды қалдықтарын тамаққа бөле бастайды. Солай рак клеткаларын оятуы мүмкін. Тура сол сияқты пластмасса ыдыстарды да кеңес бермеймін. Менің өзімнің қызымның тарелкасы осындай тот баспайтын болаттан жасалған тарелка. Қосымша тамақты бастар кезде көп бала бастапқы кезде үйреніспегендіктен тамақты жей бермейді. Бірақ біздің мақсатымыз балаға тамақты жегізу емес, оны қызықтыру болуы керек. Тамақты көңілді атмосферада ұсыныңыз, балаңызды мәжбүрлемеңіз. Өзі қасық ұстауға қызықса, өзі жегісі келсе өзіне қалдырыңыз және қолдап марапаттаңыз. Және дұрыс тамақтану әдетін қалыптастыру үшін отбасының жалпы тамақтану әдетін жақсартыңыз. Қосымша тамақтандыру баланың денсаулығы мен дамуы үшін маңызды. Сондықтан бұл кезеңде әртүрлі және пайдалы тағамдарды ұсыну өте маңызды. Прикорм туралы айтпаған әлі біраз нәрсе бар, бірақ маңызды нәрселердің барлығын сіздерге айттым деп ойлаймын. Соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Бүгінгі видео осымен бітпейді. Алда осы тақырыпқа байланысты пайдалы әрі қызықты видеолар, рецепттер болады.
сондықтан каналыма тіркеліп қоңырауша басып қойыңыз. Сіздермен болған Каусар. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.